Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі қыркүйектің 21-і. Екінші бөлім. Мектеп өмірі, әдепті бала, арлы бала. Сабағымыздың тақырыбы менің мектебім. Оқу мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау. Қане, сіздермен бірге кішкене жаттығу жасап жіберейік. Қайырлы күн, көздерім, ояндыңдар ма? Қабақтарыңды сипаймыз. Қайырлы күн, құлақтарым, ояндыңдар ма? Құлақтарымызды сипаймыз. Қайырлы күн, қолдарым, ояндыңдар ма? Қолдарымен шапалақтаймыз. Қайырлы күн, аяқтарым, ояндыңдар ма? Аяқпен жерді тебеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбымызға сай жаңа сөздер. Қызғылт, күлгін, жабдықталған, жиһаз. Және бір рет қайталайық. Қызғылт, күлгін, жабдықталған, жиһаз. Жақсы, жарайсыңдар. Бізде айтылым тапсырмасы сурет бойынша әңгіме құрастыр. Яғни 26-шы бет. Суреттен не көріп тұрмыз? Сол бойынша өз бетімізбен әңгіме құраймыз. Мұнда оқушылар билеп жатыр, яғни би үйірмесіне барады. Дене шынықтыру пәнінде мұғаліммен бірге жаттығу жасап жатыр. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз сын есім. Сын есім заттың сынын, түр-түсін, дәмін, пішінін, көлемін білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Ол қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есімнің түрлері. Заттың түсін, түрін білдіретін сын есімдер. Ақ, көк, жасыл және тағы да басқа. Заттың көлемін, сынын білдіретін сын есімдер. Биік, тар және тағы да басқа. Заттың сапасын, сипатын білдіретін сын есімдер. Жақсы, бұзық және тағы да басқа. Заттың дәмін, иісін білдіретін сын есімдер. Ащы, қышқыл және тағы да басқа. Мұнда жақшаның ішінде бізде зат есім берілген. Заттың қандай екенін білдіретін, яғни заттың сынын білдіріп тұр. Тамақ қандай? Тамақ ащы. Шырын қандай? Шырын қышқыл. Затқа, қимыл әрекетке, мезгіл мекенге қатысты сынды білдіретін сын есімдер. Тасты, білімді, жазғы және тағы да басқа. Сын есім жасалуына қарай негізгі және туынды деп бөлінеді. Негізгі жақсы, жаман, сұлу, ыстық және тағы да басқа. Ал туынды зат есімге күшті, таулы, ауылдық және тағы да басқа. Екеуінің негізгі айырмашылығы туынды сын есім жұрнақ арқылы жасалынады. Күшті, таулы, ауылдық. Құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сын есім ақ, жақсы және тағы да басқа. Күрделі сын есім қара ала, ақ сары. Яғни күрделі сын есім екі немесе одан да көп сын есіммен сөздерді, жасалынған сөздерді сын есім, күрделі сын есім дейміз. Мағынасына қарай сапалық және қатыстық. Сапалық сын есім заттың сапасын білдіреді. Ақ, қызыл, тар, кең, биік, аласа және тағы да басқа. Ал қатыстық сын есім бір тұзды, күнгі, сүттей, айдай, қысқы және тағы да басқа. Қане, осы грамматикалық тақырыбымызды бекіту мақсатында
кім шапшаң ойынын ойнаймыз. Берілген сөздерге қарсы мағыналы сын есім тауып айт. Әрбір сын есімге оған қатысы бар зат есіммен байланыстырып айт. Мәселен, қымбат сөзіне қарсы мағыналы сын есім арзан. Қандай? Арзан. Мысалы, арзан көлік немесе арзан кітап. Сол секілді мына сөздерді жалғастырамыз. Жаңа, лас, кең, сұйық, жақсы, ащы, ұзын. Бізде жазбаша тапсырма, екінші тапсырма. Сын есімдерді қолданып, өзіңе ұнаған сурет бойынша шағын мәтін құра. Сіздерден мына суреттердің ішінен бір суретті таңдап алып, сол бойынша мәтін құраймыз. Дескриптор. Сын есімдерді мағынасына қарай қолданады. Сын есімдерді лексикалық мағынасына қарай ажыратады. Мектеп өмірі жайлы мәтін құрайды. Оқу тапсырмамыз сын есімнің ережесін жаттау.